Қазір моноқалалар экономикамызды дамытуға едәуір үлес қосып отыр. Олар өндірістік өнеркәсіп өнімдерінің 40%-ға жуығын өндіреді. Мұнай газ, металлургия, химия, өнеркәсібі және энергетика саласындағы ірі кәсіпорындарымыз сонда шоғырланған. Алайда бұл қалаларда шешімін таппай келе жатқан түйткілдер аз емес. Әлеуметтік, экономикалық және экологиялық мәселелер бар. Мәселе үлкен бастық болу емес, мәселе ең алдымен біздің мемлекетімізге көмектесу, өз үлесін біздің мемлекетіміздің дамуына қосу деген. Сондықтан баршаңызға табыс тілеймін. Сегодня Экибастуз стал центром железнодорожного машиностроения страны. На долю предприятий города приходится 73% производства отрасли. Ежегодно они выпускают железнодорожную продукцию на 85 миллиардов тенге. Около 70% этого объема поставляется на экспорт. Сегодня состоится запуск завода крепежных изделий «Ферротранстрейд», аналогов которому нет в странах СНГ. Уверен, предприятие станет ведущим производителем комплектующих изделий и повысит конкурентоспособность отечественного машиностроения.